Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін қамыры өте тез, өте жылдам дайындалатын самса дайындаймыз. Самсамыз өте жұмсақ, дәмді, сочный болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Бөлме температурасындағы суымызды құямыз. Және де пісте майы. 1 шай қасық тұз саламыз. Және де ерітілген сары май. Жақсылап бір араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз. Және де разрыхитель. Бір келкі етіп араластырып, жұмсақ қамыр илеп шығаратын боламыз. Бізде осындай жұмсақтықта қамыр шығады. Енді осыны холодильникке салып қоямыз. Салмасына тартылған ет, пияз мен турап дайындап алдым. Және де осыған тұзымызды және қара бұрышымызды араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Келесі кезекте қамыр жаятын жерімізге кішкене ұнымызды сеуіп, жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осылай бір араластырып аламыз. Енді осыны өздеріңіз қалаған бөлшектерге бөліп шығасыздар. Мінекей мен осылай бөліп алдым. Енді осылардың барлығын кішкене домалақтап формаға келтіріп аламыз. Қамырымыздың жарты бөлшегін пакетімізге салып қоя тұрамыз шетке. Енді осы қамырларымызды бір-бірлеп домалақ етіп жаятын боламыз. Кішкене ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Шеті қисық болса, ештеңе етпейді. Осылай листімізді дайындап аламыз. Пергамент қағазын төсеп, жайған қамырымызға салмамызды салып түйетін боламыз. Қамырдың жұқалығы шамамен 4-5 мм, қатты жұқа етпейміз. Осы қамырды енді мен жай ғана 3 бұрышты етіп түйетін боламын. Мінекей дәл осылай түйіп шығатын боламын. Дайын самсаларымды шетінен осылай листқа қоя берем. Қалған қамырларымызды дәл солай жайып түйіп шығамыз. Біздің бірінші листіміз дайын, 20 штук кетті. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүтті араластырып жағып шығамыз. Жаңағы дайындаған қамырдан 35-40 штук самса шығады. Егер қамырын ірілеу ғып бөліп алатын болсаңыздар, 30-35 шығады. Майдалау етіп алатын болсаңыздар, 40-45 штукқа дейін шығаруға болады. Қамыры өте оңай, тез, жылдам дайын болатын самса түрі міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жұмыртқамды жағып алдым, енді бетіне кішкене күнжіт сеуіп шығамын. Мен көп сеппеймін, өйткені мен балаларым жақтыра бермейді. Өздеріңіздің қалауларыңызша сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Сәндік үшін дастарханға қоюға күнжітпен әдемі көрінетін болады. Дайын самсаларымызды 180 градуста
қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын. 35 минутта пісіп шықты. Қамыры өте тез, оңай дайындалатын самса түрі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ыстық болып тұр қазір. Мінекей арасының барлығы пісіп, жақсы шыққан. Жұмсақ, қамыр өте жұмсақ және де қытырлақ болып шығады. Ал ендеше келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.